Ораза ол ниет етесіз, таңертең сәресін іштіңіз, ниет еттіңіз, кешке дейін ішіп жеуден, басқа дүниелердің бәрінен тыйылдыңыз. Енді ауыз ашатын уақыт келді. Су іштіңіз, нан жедіңіз, не бар дәнек жедіңіз, жидектен жеп алдыңыз. Одан кейін енді ауыз ашып болды ғой, ауыз ашып болғаннан кейін ол өзінің еркі ғой енді ары қарай. Не нәрсеге бармау керек, күнәлі іске бармау керек. Мысалы, ал енді темекі мәселесінде ол екі көзқарас бар да. Темекі мәселесінде енді ол макрух деген ұнамсыз нәрсе, жалпы тыйым нәрсе ғой, бірақ ол шарап секілді емес. Тыйым нәрсе, бірақ оның үкімі арақ секілді емес. Жалпы мынау темекі ауыз ашып болғаннан кейін енді шыдай алмай жатса шығып темекі шеге беруіне болады. Енді ол жаңағы не емес, оразаны бұзбайды. Ол ауыз ашып қойды ғой. Ауыз ашып қойды, тамағын жеп алды, шайын ішіп алды. Жайлап сыртқа шығып барып өзінің темекісін жеп келіп жатыр ғой енді. Сөйтіп тыйылатын шығар енді, ол кешке дейін тыйылып, мен көп кісілерді естідім. Рамазан айында күндіз тыйылады ғой енді, темекісінен бәрінен тыйылған екен. Осылай барып темекіден тастап кеттім, темекіден арылдым деген қаншама азаматтарды естідік та. Сондықтан бұл да бір ауыз ашып болғанға дейін шыдаудың өзі де үлкен бір қадам ғой. Ауыз ашып болғаннан кейін біреу шегер, екеу шегер, сөйтіп жаңағы естиді ғой. Сәреске қанша уақыт бар еді темекіні шегіп алатын шығар. Енді бірақ қояды ғой сөйтіп, иншалла.